Құрметті әріптестер, үшінші сабағымызды бастайық. Біз мына тесттің барлығына жауап беріп болдық. Міне сұрақтарымызды жауап бермейміз, сұрақтарымызды құрып болдық қой, міне дайын тұр бізде. Енді бұны сақтаймыз ғой. Сақталды. Сақтап болғаннан кейін публикация жасамаймыз, пока жаба саламыз. Өзі автоматты түрде сақталады. Одан кейін біз Google-ға келеміз. Жалпы түрде біз Google-ды білеміз ғой. Міне Google-дың ішіне кіреміз, приложениені басамыз. Осыдан кейін дискті ашқан кезде бізде өзіміздің папкаларымыз шығады. Міне менің папкам міне 10-шы сынып деген папкам бар. Осының ішіне мен құрдым, міне осының ішінде магнит өрісі, магнит индукция векторы деген тестті жасап қойдым. Оның ссылкасын аламын мен. Оның ссылкасын алу үшін мен осының үстіне басамын. Содан кейін бірінші тұрған міне ссылканың белгісін басып копировать етіп аламын, міне. Осыны копировать етіп біз енді Classroom-ға кіреміз. Classroom-ға кіру үшін қайтадан мына приложение Google дегенді басамыз да Classroom-ға кіреміз. Classroom-ның ішінен біз өзіміздің курстарымызды ашамыз. Міне менің курстарым, осының ішінде 10-шы А классы, 10-шы А классын ашып, осының ішіне біз сабақ құрамыз. Жаңа мынау менің алдындағы сабағым бірінші, екінші сабағым менің магнит өрісі. Магнит өрісі деп екінші сабағым жазамда, осыған добавить етем. Жаңа копировать алып келген ссылкамды просто осында кеп көшіре салам. Осында қоямын, добавить ссылку. Одан кейін міне менде уже дайын. Бірінші, екінші сабағымның тесті дайын. Публиковать етем. Болды. Енді осыны біз жібердік балаларға копировать етіп. Осының ссылкасын біз ашамыз да, ссылкасын жібере саласың. Міне оның ссылкасы. Осы ссылканы жібересіңдер, оқушылар алады. Енді қараңыздар. Осы балалар оны жауап береді, мінекей. Фамилиясын жазады мысалы. Ахметов Дидар. Дидар деп фамилиясын жазып, аты жөнін жазады да, белгілейді мысалы мынау деп, дұрыс жауаптары мынау деп, өзі белгілеп шығады балады. Мына жерде екі жауапты белгілейді, отправить етеді. Содан кейін ол өзінің жауабын көреді. Қалай жауап берді, қанша ұпай алғанын сол моментально көреді. Міне 20 сұрақтың 15-не жауап берген. Бірінші жауабы мынау, екінші сұраққа жауабы мынау, үшінші сұраққа жауабы мынау. Енді ол жабады. Мұғалім енді осы результатты қайдан көреді деген сұрақ туады. Біз бағанағы сақталып тұрған дискімізге келеміз. Өзіміздің дискіміз бар ғой, осы дискінің ішіне кіресіңдер де көресіңдер қандай жауап алғандарыңды. 10-шы сынып. Осының ішіне мен жауаптар келіп тұрған көруіме болады. Магнит өрісі деген папканы ашам. Міне оқушылардан келген тапсырмаларды көру үшін мен ответы дегенді басамын. Ответ 3 адам жауап берген. Ответыды басамын. Осының ішінде қанша жауап бергендерін міне Ахметов Дидар, кім? Рауан Дидар деген адам жауап берді. Міне олардың графиктерінде көресің, міне қаншаға жауап бергендерін біз көріп шығамыз. Вопростарын көріп шығасыз, аты жөнін жазып, қанша міне Ахметов, дағы Ахметов, міне Ахметов. Осыларды біз көріп шығуымызға болады. Отзывтар жазуға болады. Мысалы мына жерге сіз осы сұрақта жақсы жауап бердіңіз деген отдельно бір түсініктеме. Екінші сұрақты көрейік. Екінші сұраққа тоже дұрыс жауап бермеген деген секілді. Үшінші сұрақты көрейік, мінекей. Үшінші сұрақта мынау дұрыс жауап берген, міне. Осыған жазасың. 3 жауап дұрыс. Міне надан көріп тұрсыз. 5 ұпай деген секілді. Төртінші бетін ашасың. Міне мұнда бірінші сұраққа дұрыс жауап берген. Үшінші мына сұраққа екінші бала дұрыс жауап бермеген. Ал мына жасылмен боялып тұрса, ол дұрыс жауап берген. Біз көріп тұрмыз, ол 5-тен 5 алып тұрған. Мынау 5-тен 0 ұпай алғанын көреміз. Төртінші, бесінші сұрақты көреміз. Бесінші сұрақта бірінші бала міне дұрыс жауап берген. 10 ұпай алған. Үстіп, каждый баланың өзін көріп шығуымызға болады. Жеке көріміз. Отдельный пользователь ретінде де көруімізге болады. Міне тек Ахметовтың ғана көруімізге болады. Міне Ахметов Дидардың жеке көріп шығуымызға болады. Екінші адам бізде жеке көріп шығуларың болады. Ахметов Рауан, например. Рауандыкын көріп шығасың.
Келесі үшінші адам тапсырған, ол үшінші адамдыкын да көріп шығасыз. Міне үшінші адам тоже Ахметов Дидар. Ахметов Дидардыкын тоже осылай қарап, жеке қарап шығу. Ең көп бал алған ол Ахметов Дидар деген секілді. Осындай бір мүмкіншіліктерін көріп отырсыздар. Сводка ретінде көріп болады, вопрос бойынша көріп болады. Жаңа тапсырған оқушылар бойынша да үш жағдайда жауапты көріп шығуларыңа болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.